Ал балалар, сендерге тағы үйге берілген тапсырма менің отаным Қазақстан тақырыбында сендер үйден өздерің ойларыңнан, қиялдарыңнан сурет салып, отан туралы сурет салып бізге алып келу керек болған, иә? Енді оны да біраз балалар жақсы салып, бояп алып келіпті. Енді соны достарыңмен бөлісіп көрсетейік, иә? Кім ненің суретін салып келген. Жақсы ма? Сұлтан қаласы болды, иә? Онда не бар екен? Елордамызда не бар екен? Қазақстан домбыра. Иә, біз қазақ домбыраны құрметтейтін халықпыз, иә? Бұл біздің ұлттық аспабымыз. Айерке сол ұлттық аспабымызды салыпты. Қазақстан Республикасының несін салдың, Айерке? Мынау неміз? Туымыз. Және тағы нені салдың? Мынау не? Бұл бізде бәйтерек екен, дұрыс айтасың, Айерке. Ол бізде Астана қаласында орналасқан. Жарайсың, Айерке, отыра ғой. Суретті бізде Кәусар салып кепті. Кәусар, бұл ненің суреті? Туымыздың суреті, иә? Онда не бейнеленген екен туымызда? Не бейнеленген? Күніміз бар, және қыран құсымыз бар екен, иә? Жарайсың. Және біздің ұлттық нақыштағы ою өрнегіміз бар. Жарайсың, Кәусар. Келесі сурет бізде арлан салып кепті. Арлан, нені бейнеледің сен? Күніміз бар екен. Қыран құсты белгілепсің, иә? Тағы не? Үй бейнелепті. Ол арлан бізде қазақтың кең байтақ жерін бейнелепті, иә? Онда ағып жатқан суымыз бар екен, кең байтақ жеріміз бар екен, тауларымыз бар екен, иә? Арлан, рахмет. Арслан, сен нені бейнеледің? Жерді бейнелепті. Жер бетінде барлық адамдар тату тәтті өмір сүру керек, иә? Бейбітшілік болу керек, татулық болу керек, ынтымақ болу керек. Міне Арслан осыны бізге бейнелеп алып кепті. Жер бетінде бәрі жақсы бейбіт өмір сүріп жатқанымыз, иә, Арслан? Жарайсың, рахмет. Мына бізде Әміренің салып жіберген сурет екен. Әміре бүгін келе алмай қалды. Сол себепті мен сендерге көрсетіп жатырмын. Бұл да Әміре кең байтақ жерімізді салыпты. Онда ат шауып баратыр екен, иә? Жарайсыңдар. Алайша, сен нені салдың? Туды салыпты, жарайсың. Туымыз қандай түсте екен? Көк түсте, жарайсың. Мариям, бізде ненің суретін салып келдің? Біздің рәміздердің бәрін салып кепті. Біздің жерде неміз бар? Мариям, ел таңбамыз бар, иә? Мынау бізде туымыз, жарайсың. Мынау бәйтерегіміз, иә? Ал мынау бізде атымызды сапты. Киіз үйімізді сапты, иә? Бұл бізде Қазақстан деген жазумен Мариям салып кепті, жарайсың, Мариям. Даниял, сен не салдың? Даниял біздің Қазақстанның картасын сапты. Қазақстанда бізде өзімізге тиесілі жерімізді, ондағы ой өрнегімізді сапты, ұлттық ыдыс аяғымызды сапты, бәйтерегімізді, домбырамызды, киіз үйімізді бәрін қамтып, жер картасына, біздің Қазақстанның картасына сыйдырып алып кепті, жарайсың. Ал Асылжан, сен не салып келдің? Қазақстанның туы. Туымыз қандай түс екен? Туымызда тағы не бейнеленген? Ағаш, қыран құспен күніміз бейнеленіпті, жарайсың, рахмет. Дамир, сен не салып келдің? Туымызды. Жарайсың. Туымыз қандай түс екен? Көк. Тағы не бейнеленген туымызда? Ағаш, темірі. Мынау не? Ою. Оюмыз. Мынау? Күніміз. Бір қытымыз. Иә, қыран құсымыз, жарайсың.